сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Марат Әйтенов уақытша ұстау изоляторына қамалды. Шымкент қаласының бұрынғы әкімі Мұрат Әйтеновтың туған ағасы Марат Әйтенов ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды. Мұндай ақпаратты Астана қалалық полиция департаменті таратты. Сондай-ақ департаменттің атаушы осы оқиғаға қатысты ақпарат желідей өскен соң тергеу амалдары да басталғанын мәлімдеді. Әкімшілік іс қозғалды. Әйтеновтің үстінен отбасы тұрмыстық қатынастары саласындағы заңға қайшы келетін әрекеттері фактісі негізінде әкімшілік іс қозғалып отыр. Ол уақытша ұстау бөлмесіне орналастырылған материал сотқа жіберілді. Сонымен қатар дене күшін қолдану фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды деп хабарлады полиция. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.